Данияр Сүлейменов. Ең бақытты әйел. Күйеуіңізге Алланың бұйрықтарын орындауға көмектесіңіз. Жібекті жүн қылады, түте алмаған, жігітті құл қылады, күте алмаған. Ақылды әйел күйеуін патшадай құрметтеп, өзі де патшаның әйеліндей ғұмыр кешеді. Ақымақ әйел күйеуін құл қылады, өзі де құлдың әйеліндей өмір сүреді. Сіз де күйеуіңізді патшадай құрметтеңіз, өзіңіз бен дүниенің құл етпеңіз. Алланың құлы болуына жәрдем беріңіз. Мына нәрсені естен шығармаңыз. Күйеуіңіздің Алла тағаламен байланысы күшейген сайын, яғни тақуалығы артқан сайын өмірі де, адамдармен қарым-қатынасы да жақсара түседі. Оның ішінде сіз де барсыз. Ибн Аббас тақуалықты Алланың бұйрықтарын орындап, тыйғандарынан тыйылу деп түсіндірген. Аллаға деген иман күшті болса, күйеуіңіздің көзін қарамнан тияды. Ішіп жүрген арағы мен шегіп жүрген темекісін тастатады. Отбасы алдындағы жауапкершілігін оятып, сізге деген құрметін арттырады. Себебі мына хадистерді оқып түсіне білген иманды азамат пен азаматша үшін жақсылыққа қарай өзгеруден басқа жол жоқ. Барлығыңда бақташы секілдісіңдер және барлықтарың қоластыдағылар үшін жауап бересіңдер. Басшы, бақташы. Ер адам отбасының бақташысы, әйел ерінің шаңырағы мен балаларының бақташысы. Қысқасы, әрбірің бақташысыңдар және өздерің бағынышты жандар үшін жауаптысыңдар. Сол себептен болар, бәлкім дана халқымыз Құдайдан қорыққаннан қорық деген. Күйеуіңіздің мінезі нашар адам болса да, еңсеңіз түспесін, оған Раббысын тануға көмектесіңіз. Сол кезде сіз көз алдыңызда болып жатқан ғажайып құбылыстардың куәсі боласыз. Күйеуіңіздің жақсы жаққа қарай қалай өзгергенін көресіз. Себебі Раббысын таныған адамның жақсы жаққа қарай өзгермеуі мүмкін емес. Осы жолда ең бастысы өзіңіз мықты болыңыз. Ауыздан Алланы тастамаңыз. Біреуге бір нәрсе берсеңіз, Алла атымен беріп, алғанда да Алла атымен алыңыз. Бісміллә деп іс қылып, әлхамдулиллах деп сол ісіңізді аяқтайтын салиқалы елдер қатарынан болуға ұмтылыңыз. Аллаға жалбарынып тілейтін дұғаңыз көп болсын. Мына ғибратты оқиғаға назар аударыңыз. Мұсылманшылықты берік ұстанған иман жүзді әйелдің діннен мүлдем хабарсыз, әрі екі жүзді пасық күйеуі бар еді. Әлгі діндар әйел қай істі де бастаса да бісміллә деп барып қана бастайтын, ал күйеуі оның мұнысына қатты ашуланатын. Сол үшінде әйеліне көрсетпеген қорлығы жоқ еді. Әйелі байғұс күйеуінен көрген қоқайларға барынша сабыр ететін де, тек қана Аллаға күндіз-түні дұға етіп, күйеуін тура жолға түсіруді тілейтін. Қабағынан қар жауған күйеуі бір күн тағы да қатты ашуланды. Әйелін осы жолда ебін тауып шықпыртып алмақ болғандықтан өзінше оған себеп іздей бастады. Іштей бұны жақсылап тұрып қатырайын, қайтер екен, сонан соң көрсетейін көресіні деп күбірлеген күйі әйеліне жала жауып жазғырудың жолын қарастыра бастады. Құдай алдында бас иіп иманға келмегендіктен оның жүрегін әлде қашан осындай бықсыған арамдық жайлап алғанды. Әйелін шақырып оған бір әмиян алтын берді де, мынаны бір жерге тығып қой деді. Әйелі күйеуінің айтқан екі етпестен бісміллә деген күйе алтын толы әмиянды үйдің бір жеріне тығып қойды. Ал күйеуі оны сырттай аңдып тұрып, алтынды әйелінің қайда жасырғандығын біліп алды. Артынша әйелінің көзін ала беріп, жасырған жерден алтынды алды да әмиянды құдыққа тастай салды. Арада көп өтпей жатып әйелін қайта шақырды да, әнеу күнгі саған берген алтынды қайтып әкел деді. Әйел жүгіріп барған күйі өзі жасырған жерге бісміллә деп қолын сұқты. Әйелдің шын ықылас пейіліне Алла тағала разы болғандықтан бар алтынды мұрты бұзылмаған күйі әмиянмен бірге сол орында тұр еді. Бірақ әмияннан су тамшылап тұрды. Әйел әмиянның неліктен су болған түсінбестен алтынды алған күйі күйеуіне әкеліп берді. Алтын толы әмиянды бәз баяғы қалпында көргенде күйеуі есі шыға таңғалды. Сөйтті де әйелінің істеп жүрген тірліктерінің қаншалықты шындық екендігіне осы жолы анық көз жеткізді. Қипақтап әйеліне қараған күйі: саған осы уақытқа дейін қаншама қиянат жасадым. Менің барлық пендешіліктерімді кешірші.
шын тәубе етіп Алладан да кешірім сұраймын. Осыдан бастап құлдық ұрып құлшылығымды жасайтын боламын деп уәде берді. Сол күннен бастап, я Алла, маған о дүние мен бұл дүниемді бақытты ететін діндар әйел нәсіп еткеніңе шүкіршілік етемін, мені кешіре көр деп дұға ететін болды. Ал оның иманды әйелі болса, о жаратқан, ертелі кеш аузымнан тастамайтын дұғамды қабыл алып, күйеуімді тура жолға түсіргеніңе мың да бір шүкір деп дұға етті. Күйеуіңізді Алланың бұйрықтарын орындауға құлшындырудың кейбір жолдары. Ол үшін ең әуелі өзіңізде құлшылыққа ықтияттылық танытыңыз. Намаз, ораза, Құран оқу, тағы басқа ғибадаттары толық болу керек. Алла разылығы үшін еріңізге бойсыныңыз. Күйеуіңізге лайықты түрде бойсына білу үшін Алланың разылығы күйеуіңіздің разы қылуда екен. Ұмытпаңыз. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның күйеуі өзінен разы болған күйде қайтыс болған әйел жәннатқа кіреді деген. Ғибадат құлшылық арқылы сіздің жақсы жаққа қарай өзгергеніңіз байқалсын. Алладан үнемі дұға тілеңіз. Құран аяттар мен басқа да кітаптарды бірге отырып оқуды әдетке айналдырыңыз. Күйеуіңіздің ілім үйренетін сабақтар мен мешіттегі уағыздарға қатысуына себепші болыңыз. Демалыс күндері тыныш бір саябақта қыдыру барысында бір-біріңізбен оқыған кітаптарды бөлісе отырыңыз. Егер ондай әдет жоқ болса, бір мәрте қолға алып көріңіз. Қандай керемет нәтиже шығатынын көресіз. Күйеуіңізді ашық-шашық әйелдер жүретін жерден алыстауға барынша күш салыңыз. Ұстаздан шәкірт тәлім алғаны секілді сізде күйеуіңізден үйреніп жүргеніңізді оған сездіріңіз. Діни немесе басқа да мәселелерді ұстаздан шәкірті сұрағаны секілді сіз де күйеуіңізден сұраңыз. Осы нәрсе күйеуіңізді ізденіске ынталандыратынына күмәніңіз қалмасын. Мысалы, отағасы жәннаттық әйелдердің ерекшеліктері жайында пайғамбарымыздың қандай хадисі бар екен деп сұраңыз. Егер білмейтін болса, біліп бересіз бе, ондай ерекшеліктердің мен де бойымда болғанын қалаймын деңіз. Күйеуіңіз ізденеді, сұрастырады. Іздену барысында жәннаттық әйелдердің сипатын, әйелдің күйеуі алдындағы міндетін, сонымен қатар өзінің де әйел алдындағы міндеттерін үйренеді. Себебі шариғатта көбіне ер мен әйелдің міндеттері қатар айтылып, қатар жазылады. Сіз бір оқпен екі қоян ататын боласыз. Оған қоса сұрағыңызға жауап алу барысында араңызда рухани байланыс орнайды. Әрі сізге жауап беру арқылы күйеуіңіз де отбасындағы өзінің маңыздылығын сезініп, бір марқайып қалады. Күйеуіңіздің Құран немесе намаз оқуы сізді қатты сүйсіндіретінін сездіріңіз. Жәннат, ондағы нығметтер жайында ерлі зайыптылардың ол жерде бақытты ғұмыр кешетін әңгіме қылуды әдетке айналдырыңыз. Көрген білген ғибратты оқиғалар мен кітап оқудан алған әсермен өзара бөлісіп отырған жөн. Рас, көп жағдайда отбасылық өмірде ерлі зайыптылар материалдық мәселеде өзара ақылдасып, бір-біріне жәрдемші болып жатады. Мысалы, ақшаны қалай үнемдейміз, не сатып аламыз тағысын тағы. Бұл әрине өте дұрыс. Рухани мәселеде де дәл осылай бірігіп жатса, нұр үстіне нұр болар еді. Ер мен әйелдің әсіресе құлшылық мәселесінде бір-біріне демеу беруі көптеген проблеманың алдын алады. Себебі құлшылықтағы рухани күш адамға өмір қиындығынан сүрінбей өтуге жағдай жасайды. Ерлі зайыпты жандар арасындағы рухани байланыс қаншалықты мықты болса, шаңырақтың босағасы соншалықты берік болар еді. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қалдарыңыз қалай, қадірлі ізгі оқырман? Сіз де құрметті арулар. Осы айтылған кеңестерді міндетті түрде орындауға тырысыңыз, сонда сіздің жолдасыңыздың, күйеуіңіздің дінге деген көзқарасын өзгертіп, Алланың құлы болуына себепші боласыз. Ал бізде келесі тарау өзіңізге көңіл бөлуді ұмытып кетпеңіз деп аталады. Ендеше менің келесі аудио жазбамды жіберіп алмау үшін міндетті түрде маған тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, лайк, комментарий жазып, және де қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда менің жаңа аудио жазбам сіздерге міндетті түрде хабарлама болып баратын болады. Ендеше келесі аудио жазбада кездескенше. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.